Қайырлы күн IT лицей, бұл IT жаңалықтары. Микрофонда мен, Малашева Камшат. Желтоқсан айының жаңалықтарына бірге шолу жасайық. Лицейімізде аймақтық пәндер олимпиадасы өтті. Мектепте 7-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша аймақтық пәндер олимпиадасы ұйымдастырылды. Білім додасында оқушылар өзара бақ сынасып, үздік нәтиже көрсеткендері жалпы білім беретін пәндер олимпиадасының облыстық кезеңіне жолдама алды. Кітап талқылау жобасының кезекті отырысы өтті. Мектеп ұжымы арасында оқырмандық мәдениетті қалыптастыру мақсатында кітап талқылау жобасының екінші отырысы өтті. Бас қосу барысында қатысушылар көркем шығарма бойынша ой бөлісіп, мазмұнды пікір алмасу жүргізді. Жоба алдағы уақытта да жүйелі түрде жалғасады. Мектепте тарих және қазақ тілі мен әдебиет пәндері апталығы өтті. Мектепте тарих және қазақ тілі мен әдебиет пәндері бойынша пәндік апталық ұйымдастырылды. Апта барысында оқушылар сақтар мен ғұндар дәуірінен бастап, көне түркі қағанаты, ұлы жібек жолы, қазақ хандығы, алаш қозғалысы мен тәуелсіздік кезеңіне дейінгі тарихи белестерге ойша саяхат жасады. Апталық аясында оқушыларға арналған танымдық тапсырмалар, зияткерлік ойындар, командалық сайыстар мен сахналық қойылымдар өтті. Шаралар барысында оқушылар тарихи білімін тереңдетіп, логикалық ойлау, топпен жұмыс істеу, шешендік өнер және сыни ойлау қабілеттерін көрсетті. Апталықтың соңғы күнінде әдеби бағыттағы іс-шаралар өткізіліп, оқушылар тарихи және көркем шығармалармен танысты. Қорытындысында белсенділік танытқан оқушылар дипломдармен және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Назарбаев университетінің студенттері лицей оқушыларымен тәжірибе бөлісті. 23 желтоқсан күні лицейіміздің түлектері қазіргі таңда Назарбаев университетінің студенттері оқушылармен пайдалы кездесу өткізді. Кездесу барысында олар университеттегі оқу үдерісі, түрлі мамандықтар, қабылдау талаптары және студенттік өмірдің ерекшеліктері туралы әңгімеледі. Іс-шара оқушыларға болашақ мамандықтарын таңдауға бағытталған кәсіптік бағдар беру мақсатында ұйымдастырылды. Лицейде жаңа жыл мерекесіне арналған салтанатты кеш өтті. Шара барысында оқушылар концерттік бағдарлама ұсынып, өз өнерлерін көрсетті. Интернат бөлмелері арасында өткен байқаудың қорытындысы жарияланып, жеңімпаздарға қамқоршылық кеңес тарапынан ақшалай сыйлықтар табысталды. Сонымен бірге, сыныптар арасында түрлі номинациялар бойынша марапаттау рәсімі ұйымдастырылды. Үздік өнер көрсеткен және белсенділік танытқан сыныптар мен оқушылар жүлделерге ие болды. Іс-шараның жоғары деңгейде өтуіне қолдау көрсеткен қамқоршылық кеңеске, ата-аналарға және ұстаздарға алғыс білдірілді. Желтоқсан айының жаңалықтары осындай болды. Баршамызға жаңа жыл құтты болсын.